Студиямыздың қонағын таныстыра кетсек, Айдарбек Әмірбек Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің мемлекеттік басқару және халықаралық қатынастар кафедрасының меңгерушісі, халықаралық қатынастар PhD докторы, доцент. Айдарбек мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді мынау өткен апта бойы басты жаңалықтардың бірі әрине осы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 76-шы отырысы, яғни жиыны. Көптеген әлем елдерінің басшылары қатысты. Осында енді осы бас ассамблея жиыны, яғни бұл да бір жанжалдарсыз өтпеді десек те болады. Яғни бұған енді климаттық дағдарыстар, COVID-19 пандемиясынан шығу мәселелері талқыланғанымен, яғни осы мәселелер күн тәртібінде болса да, жаңа осы ақш пен Қытай арасындағы бәсекелестік, текетірестік орын алуы мүмкін. Яғни Антонио Гутерриш өзі осы айтты, күн тәртібіне қарамастан бізді алаңдататын басты мәселе де осы деді. Яғни жаңа конфронтацияны болдырмау біздің осы міндет деп айтқан екен. Яғни осы ретте осы Гутерриш мырза айтпақшы, механизмдер, яғни Біріккен ұлттар ұйымының осы жаңа қырғи қабақ соғысты болдырмау механизмдері бар ма? Және Гутерриштің айтқаны рас па? Яғни Біріккен ұлттар ұйымының беделі әлсіреді дейді. Енді әрине, қазіргі таңда дүние жүзінде болып жатқан оқиғаларға былай көз салып, назар салатын болсаңыз, көптеген жанжалдар көбеюде. Негізі Біріккен ұлттар ұйымының беделінің әлсіремеуі неге байланысты? Бұл біріншіден қойған мақсатына, және бұл мақсатқа Біріккен ұлттар ұйымы қаншалықты жүзеге асырды. Соны сараптап көру керек. Негізі Біріккен ұлттар ұйымы былай дипломатиялық тарих тұрғыдан алып қарайтын болсаңыз, 1945 жылы Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылған болатын. Ең негізгі мақсаты ол Екінші дүниежүзілік соғыс сияқты бір соғысты болдырмау, әлемдерде жанжалдардың алдын алу және мемлекеттер арасында бейбіт әлемдік саясатты, тұрақтылықты қамтамасыз ету саясатымен құрылған болатын. Бұл мақсатты енді Біріккен ұлттар ұйымы жүзеге асырды ма? Енді бұлай алып қарасаңыз, 45-тен бұл жерде екі кезеңге бөліп қарастыруға болады. 1945-тен 91-ге дейін, яғни Кеңес социалистік республика одағы ыдырағанға дейінгі бір уақытты бірінші кезең деп аламыз. Бұл кезеңде мысалға шын мәнінде де дүние жүзінде былай айтарлықтай қазіргідей бір үлкен жанжалдар байқалмады. Әрине болды, мысалы Куба кризі болды, тағы басқа кризистер болды мемлекеттер арасында. Бірақ соған қарамастан бұл жанжалдар өрбіген жоқ. Бәрі өз шешімін тапты. Енді әрине өз жерде де екі полюсті жүйе маңызды рөл ойнады. Бір жағынан Кеңес социалистік республика одағы, екіншіден Америка құрама штаттары одақтастар бірлесіп бір мәмілеге келе білді. Енді Кеңес социалистік республика одағы ыдырағаннан кейін дүние жүзінде Америка құрама штаттарының енді саясатын, ықпалын тікелей тепе-теңдік қамтамасыз ететін ел болған жоқ. Сондықтан Америка құрама штаттары көбінесе 91-ден кейін әсіресе 2003, яғни Иракқа шабуыл жасанған уақытқа дейін көптеген саясатты өзінің мүддесін алып алға тартты. Мысалы, Югославияда болған оқиғаларды алып қарасаңыздар болады. Тағы басқа, мысалы, Таяу шығыс аймағындағы оқиғаларды алып қарасаңыздар болады. Сондықтан бұл Біріккен ұлттар ұйымының беделінің әлсіреуі көбінесе осы Кеңес социалистік республика одағы ыдырағаннан кейін деп қарастырсақ болады. Бұл негізі екінші кезең. Енді қазір 91-ден қазірге дейін екінші кезеңді жалпы сараптап алып қарайтын болсаңыз, шын мәнінде де көптеген жанжалдар өте көбеюде. Таяу шығыс аймағында, Азия тынық мұхит аймағында алып елдер арасында көптеген бәсекелестік өрбуде. Бұның алдын алу үшін бұл Біріккен ұлттар ұйымы шын мәнінде де өзінің мақсатына жетіп жатыр деген сұраққа жауап сәл күмәнді болып тұр. Сондықтан беделі әлсіреп жатыр әрине. Бұны көптеген мемлекеттер де мойындап жатыр. Мысалы, Германия, Түркия сияқты мемлекеттер Біріккен ұлттар ұйымын қайттан күшейту үшін реформалау қажет деген ұсыныстарды білдірген болатын. Енді бұл ұсыныстар әлі күнге дейін жүзеге асқан жоқ. Жаңа ғана сіз Америка құрама штаттары мен Қытай арасында бәсекелестік өрбіп жатыр. Бұлардың алдын алу қандай мақсатта жүзеге асып жатыр? Біріккен ұлттар ұйымында бір механизм бар ма деп сұрақ қойдыңыз. Енді әрине бұл жерде бір механизм бар. Негізі Біріккен ұлттар ұйымы құрылған кезде Біріккен ұлттар ұйымы ішінде бұл механизмді жүзеге асыратын арнайы бір құрылым құрылатын болған. Ол құрылымның атауын Қауіпсіздік кеңесі деп атаған болатын. Бұл Қауіпсіздік кеңесіне негізі бір дүние жүзінде әлемде тұрақтылықты қамтамасыз ету, әлемде бейбітшілікті қамтамасыз ету міндеті жүктелген болатын. Енді Қауіпсіздік кеңесінің құрылымын, органын зерттеп көретін болсаңыз, бұл жерде 5 тұрақты мүше бар. Бұл мүшелер енді Америка құрама штаттары, Ұлыбритания, Франция, Қытай және Ресей. Енді бұл елдерде тұрақтылықты, жанжалдың алдын алу мәселесіне
бір шешімге келу үшін бұл мемлекеттердің барлығы бір ауыздан иә дұрыс деп оң жауап беру керек. Яғни шешім бір ауыздан қабылдану керек. Алайда қазіргі таңда әлемдік саясатқа, дүниежүзінде болып жатқан оқиғаларды алып қарасаңыз, бұрынғы Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі бір екі полюсті жүйе қалыптасып келе жатыр. Бір жақтан Америка Құрама Штаттары және оның одақтастары, екінші жақта Қытай және оның одақтастары. Бұл не деген мағынаны білдіреді? Яғни Біріккен ұлттар ұйымында қауіпсіздік кеңесі ішінде негізі бұл ең негізгі механизм жанжалдардың алдын алу, болдырмаудың. Бірақ бұл механизм жүзеге асыру үшін бұл 5 ел, жаңа айтып өткен 5 елдің мүддесі үйлесу керек. Бірақ қазіргі таңда бұл мүдде үйлесіп жатқан жоқ, көбінесе бұлар тығырыққа кеп соғып жатыр. Бұл елдер арасындағы бәсекелестік күшейіп жатыр. Сондықтан бұл механизм қазіргі таңда жұмыс істеп жатыр деп айту өте қиынға соғады. Бұл жерде енді Біріккен ұлттар ұйымы қазіргі таңда көбінесе кеңес берумен ғана шектеліп жатыр. Америка Құрама Штаттары болсын, Қытай Халық Республикасын болсын, тағы басқа алып елдерге тек қана жаңа жанжалдың алдын алыңыздар, ешқандай шиеленіске кірмеңіздер деп кеңес беруден ары қарай оның мақсаты жүзеге асып жатқан жоқ. Сондықтан бұл жерде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының айтқан сөзі өте орынды. Біріккен ұлттар ұйымында шын мәнінде де қазіргі таңда беделі әлсіреп бара жатыр. Бұны енді шешудің ең басты механизмасы бұл қауіпсіздік кеңесін бәлкім реформалау керек. Бұны көптеген сарапшылар, бұны көптеген алып елдердің, аймақтық державадағы елдердің басым бөлігі мұны айтуда. Сондықтан бұл қауіпсіздік кеңесі реформаламағанша, яғни реформа болмағанша, бұл елдер арасындағы шиеленіс, дүние жүзіндегі жанжал көбейе бермек. Бұл жерде әрине, мысалға, Түркия Республикасында алға тартқан кейбір ұстанымдар бар, Германияның алға тартқан ұстанымдары бар. Бұлар қазіргі таңда өз аймағында беделге ие мемлекеттер. Олардың ұсынысы не? Олардың ұсынысы қауіпсіздік кеңесіндегі тұрақты мүшелерінің санын көбейту. Яғни әлем өзгерді. Енді Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылған бір ұйым ғой. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қазіргі таңда қанша жылдар өтті. Әлем өзгеріп жатыр, мемлекеттер өзгеріп жатыр. Ол уақытта әлсіз мемлекеттер қазір күшейіп жатыр. Күшейген кейбір елдер әлсіз болып жатыр. Соның бәрін назарға ала отырып, осы Біріккен ұлттар ұйымының әсіресе қауіпсіздік кеңесі органын тікелей реформа жасау қажеттігін тілге тиек етуде. Мен ойлаймын, бұл бас хатшысында негізгі ұсынысы бұл алдағы уақытта Біріккен ұлттар ұйымының беделі әлсіремеу, алдағы уақытта дүние жүзіндегі түрлі жанжалдарын алу үшін ең бірінші кезекте Біріккен ұлттар ұйымы әлемдік жаңа сипатта, қазіргі жаңа қалыпқа сай қайттан реформалауға қажет деп есептеймін өз басым. Расымен де дұрыс айтып қалдыңыз, реформа қажет деп, яғни Біріккен ұлттар ұйымының әлсірегені де бұл енді нақты факт. Ал енді осы Біріккен ұлттар ұйымында вето құқығы бар. Әр елдің мысалға өз вето құқығын қою арқылы белгілі бір шешімді бұғаттай алады. Мысалы, ол Ресейде бар, Қытайда бар, Ұлыбританияда бар және ақш-та бар. Ал енді осы бірақ Біріккен ұлттар ұйымынан қарағанда, Еуропалық одақ сияқты, НАТО сияқты ұйымдардың беделі әлдеқайда жоғары сияқты. Олардың бір әрекет ету ықпалдылығы да, мысалға, Америка 2003-те шөл дала түлкісі деп Иракта операциясында оған ешкім қарсылық білдіре қоймады. Білдірсе де ештеңе істей алмады. Яғни Франция мен Германия қарсы шыққанын білеміз. Мысалы, бұл енді әр елдің осындағы алпауыт елдердің әлемдегі өз қалағанын істейтін болса, оны тоқтататын бір механизм жоқ сияқты. Соған қарағанда енді осы аймақтық беделді ұйымдардың үстінен қарайтын, яғни координациялық кеңес құру, мысалға, осындай шешім болса қаншалықты орынды болар еді. Яғни оның ішіне Еуропалық одақ бар, ТМД елдері, біздің Қазақстан мүше, Еуразиялық экономикалық одақ, соның барлығын біріктіретін сондай бір координациялық кеңес болса. Енді ондай бір координациялық кеңес құру үшін біріншіден сіз жаңағына ұйымдарды атап өттіңіз. Ол ұйымдардың бәрінің артында алып елдердің мүдделері жатыр. Сөзін аша керек. Мысалға, Қытай бір ұйым құрып жатса, міндетті түрде ол жерде Қытайдың мүддесі басым. Егер мысалы Америка Құрама Штаттарының басшылығында бір ұйым құрылып жатса, ол жерде Америка Құрама Штаттарының да мүддесі басым. Сондықтан бұл жерде бұндай координациялық кеңес құру үшін бұл елдердің мүддесі үйлесу керек. Бірақ қазіргі таңда алып елдердің мүддесі үйлесіп жатқан жоқ. Неге? Өйткені алып елдердің барлығы ең алдымен өзінің ықпалын кеңейтуге негізделген сыртқы саясат ұстанып жатыр. Ал бұндай сыртқы саясатпен ұзақ мерзімге бару мүмкін емес. Бұндай неге қазіргі таңда Таяу Шығыста, Азия Тынық мұхит аймағында тағы басқа аймақтарда жанжалдар көбеюде? Себебі бұл жерде алып елдердің мүдделері қақтығысып жатыр.
Сондықтан бұл жерде мысалға уақытында Збигнев Бжезинский деген ұлы шахмат тақтасы атты деген бір кітабын жазған болатын. Ол кісі өте танымал, Америка Құрама Штаттарының профессоры, дүниежүзіндегі барлық сарапшылар, сыртқы саясат сараптайтын ғалымдар бәрі оқып шықты ол кітапты. Ол әлемде болып жатқан оқиғаларды қазіргі таңда ұлы шахмат тақтасына ұқсатады. Ұлы шахмат тақтасы дегені ол жерде ол Еуразия құрлығын айтады. Алдағы уақытта Америка Құрама Штаттары мысалы өз беделін сақтап қалғысы келсе дейді, осы Еуразия құрлығында орналасқан алып мемлекеттермен қалай байланыс орнатады. Соған бір сұрақ іздейді. Сол сұрақ мысалы өзі сұрақ қояды, сол сұраққа өзі қалай жауап береді. Өзі айтады, алдағы уақытта Еуразия құрлығында тұрақтылықты қамтамасыз ету өте қиынға соғады. Неге дейді? Себебі мүдделер үйлеспейді. Сондықтан сіздің айтып отқан мынау координациялық кеңестің құру үшін ол ең бірінші жаңағы алып елдердің мүдделері үйлесе білу керек. Бірақ негізі ондай бір координациялық кеңес құрылып отыр ғой қазір. Біріккен ұлттар ұйымының ішінде қауіпсіздік кеңесі деген өте маңызды орган бар. Ол органның құрылуының бірден бір себебі осы алып елдер бір араға келіп өзара мәселелерін кеңес арқылы шешсін деп құрылған болатын. Бірақ қазіргі күнге дейін ол механизм іс жүзінде айтарлықтай іске асқан жоқ. Себебі тағы да айтам, мүдделерін үйлесу өте қиынға соғады. Мысалға, Ресей мен Қытай арасындағы мүдде үйлесті, екеуі не қылды? Координациялық кеңес сияқты өте үлкен, өте ықпалды Шанхай ынтымақтастығы сияқты ұйымды құрды. Бұдан да ары кетіп, одан кейін Үндістанды да маңайына алып, мысалы Бразилияны да маңайына алып, оңтүстік Африка елінде маңайына алып, БРИКС деген ұйымды құрып отыр мысалға. Бұл сіздің айтып отқан координациялық кеңесіңіз қашан іске асады? Тек қана ол алып елдердің мүдделері үйлескен жағдайда. Бірақ бұндай үйлесім жағдай қазіргі таңда мен байқап отқан жоқпын. Сондықтан бұндай координациялық кеңестер құрылуы қиын. Бұл жанжалдарды болдырмаудың ең маңызды шешімі бұл жаңағыны айтып отқанымыздай Біріккен ұлттар ұйымын негізі реформалап, қазіргі дүние жүзіндегі мысалға елдердің де мүдделерін ескере отырып, олар мысалға Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қанша мемлекеттер қазіргі таңда дейін ол дәуірде әлсіз болғандардың көбісі қазір күшейіп аймақтық державаларға алынды. Соның бәрін қайтып қарастырып, жаңа бір форматта қалыптастыру бәлкім болар еді. Енді бір жағынан ол механизм бар, Біріккен ұлттар ұйымы қазіргі таңда әлемдік мемлекет, сондықтан осындай жалпы ұсыныс. Айдарбек мырза, осы студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, бағдарламамыздың уақыты да өз соңына жетіп қалды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.